Сәлеметсіз бе? Менің атым Расыл. Мен жас зерттеушімін. 54-ші отряд, 12-ші топ. Сізге қандай да бір көмек керек пе? Жоқ. Мүмкін сізді көшеден өткізермін? Жоқ. Олай болса, бақшадан өтуге көмектесермін? Жоқ. Мүмкін аулаңыздан өтуге көмек керек шығар? Жоқ. Сонда ешқандай көмек керек емес пе? Рахмет, көмегіңнің керегі жоқ. Сәлеметсіз бе? Менің атым Расыл. Мен жас зерттеушімін. 54-ші отряд, 12-ші топ. Тоқта деймін. Сізге қандай да бір көмек Тоқта, керек пе? рахмет саған. Жетер. Ай. Әрі қарай не? Сәлеметсіз бе? Аяғын оқышы. Мынаны көрдіңіз бе? Мына белгілерді жақсы іс жасағаным үшін алдым. Енді тек біреуі ғана жетіспей тұр. Оны қарттарға көмектессем ғана береді. Тек содан кейін ғана аға зерттеуші деген атаққа ие болам. Тұмса жерлердің бәрі зерттелуі тиіс. Кар, ар! Өте керемет салтанатты рәсім болғалы тұр. Әр зерттеушінің әкелері төс белгілерін іледі. Ол үшін қарттарға көмек көрсету керек пе? Иә, содан кейін мен аға зерттеуші болам. Бикаш жайлы естідің бе? Бикас? Бұзақы, сондай сорақы. Үнемі кешке қарай келіп бақшамның тас талқанын шығарады. Ал мен секілді қарттың оны ұстауға шамасы келмейді, әбден мазам қашты. Кім маған көмектесер екен? Мен көмектесем. Білмеймін, өзі өте әккі. Оны ұстау үшін жүрет шапалағы ұру керек. Мен оны ұстайым, Фредериксон мырза. Оның ұясы келесі көшенің соңында. Мен оны ұстап әкелем. Бикас. Бері шық, кәне. Ұстап алсаң маған кел. Бикас.